Құрметті достар, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Энергияңызды тазалаудың 4 тәсілі. Отпен аластау, клеша, нашана, крия. Бұл дегеніміз денеге отпен аластау арқылы тазалану. Сіздің денеңіздің айналасындағы жиналған лас энергетиканы тазалау. Бұл тәсілмен көп ғасырлар бұрыннан бері қолданады. Көп адамдар түрлі ауруынан да жазылып кеткендер де бар. Тек бірақ рет отпен аластау арқылы, тазалану арқылы. Садгуру, біздің традицияда біздің үйімізде ащы бұрышқа мән беріп қарайды. Мен жас күнімде бұл бір ақымақтық деп ойлайтынмын. Бірақ анам қарсыласып, бұл керек, тұру керек деп, тиме деп айтатын. Сосын мен мақұл, тұрса тұрсын деп келсе салатын болдым. Бірақ кейінгі кезде киносъемкаларда бір түсініксіз нәрселер бола бастады. Мысалға, қайғылы жағдай болғанда бірінен соң бірі. Мен осыған сене бастадым. Сосын анама өзім айтатын болдым. Көптің айтуынша бұл бұрыш энергия тазалайды деп. Сіз не айтар едіңіз? Сіз күнде душ қабылдайсыз ба? Мен сұраған себебім, Чинай душты 3 күнде 1 рет қабылдайды. Сіз бұған жеткен жоқсыз ба? Иә, Хоссе көлінің суы шектеулі, азғантай, иә. Сондықтан болар. Мен кеше жақында ғана жақын күнде беделді адамдармен кездесуде болдым. Кездесуде бір беделді адам маған айтады. Мына байлардың барлығы душты күнде қабылдайды деп. Мен айтамын. Сіз қай жақтансыз? Деп. Оңтүстік Индияда біз душқа түспей ешқайда үйде шықпаймыз, не болса да. Тіпті су ішпесек те. Бірінші барып суға түсеміз. Сондықтан жаңалық деп енгізбесеңіз. Душты пятница сайын қабылдаймын. Суға түсу дененің кірін кетіру ғана емес. Тіпті сенің үстіңде кірің болмаса да, жұмыстан шыққан соң сіздің басыңыз түрлі ойлармен шаршап тұрғанда, үйге келіп душқа түскенде, сіз шаршағаныңызды басып, қайта туылған баладай болып шығасыз. Тек сабынданып жуынғанда ғана емес, тек сумен жуынғанның өзі, су денеден аққанда дененің жаман энергиясын тазалап жатады. Сіз дарияға сүңгіп 10 секунд тұрып қайта шығыңызшы. Сіз сондай сезімде боласыз, қайта туылған баладай болып қаласыз. Өйткені білу қажет, бұл дене 5 элементтен тұрады. Бірінші жер, екінші су, үшінші от, төртінші ауа, бесінші жел. Осы күнгі жылдарда біздің йога орталықтарында бұл жер аэродинамикалы труба секілді. Муссондық жел біздің орталыққа қарай соғып тұрады. Сол кезде менің бір әріптесім сол желге 2 қолын жайып қарап тұрады. Бұл желге жуыну, тазалану деп аталады. Адамдар осылай желге тазаланады. Және йогада батпақпен тазалану бар. Бұрындары батпақты ваннаға жататын. Қазір батпақты үстіне жағу арқылы тазаланады. Сонымен қатар отпен тазалану.
отты аластау арқылы тазалану бар. Оны клеша нашана крия деп атаймыз. Сіздің денеңіздің айналасындағы жаман лас энергиядан тазалау. Сіздің денең осы қалпында тұрмайды. Ол айналасындағылармен араласып тұрады. Көбіне бұны әйелдер қатты сезеді, еркектерден гөрі. Біреу сізге жақын ұстамай-ақ та сізге біреу жақындаса, жүйке жүйесі емес, бұл айтайын дегенім. Бұл басқа нәрсе. Жүйке немесе эмоция бұл басқа нәрсе. Енді жаңағы адам жақындаса, оның жаман энергиясынан алыстау тұрғыңыз келіп тұрады. Өзіңізді алшақ ұстай бастайсыз. Ол адам сізді ұстаған жоқ, бірақ қасыңызға жақын тұрғаннан аулақ тұруды қалап тұрасыз. Сізге жаман әсерін беріп тұрады. Өйткені денеңіз оны сезіп тұрады. Сіздің энергияңыздың қаншалықты күшті болса ғана сіз адамдармен араласасыз. Егер сіздің энергияңыз соншалықты күшті болса, онда сіз бүкіл залды өз энергияңызбен толтырасыз. Ал жаман жағдайда сіздің энергияңыз тек шамалы жерге ғана жетеді. Көп адамдарға 7-2 сантиметрдей ғана болады. Сондықтан денеде лас энергия жиналса, егер сен мотоциклде келе жатсаң, оны сезіп анықтауға болады. Әр жерге тоқтап демалып тұрамын бір жаққа жолға шыққанда. Мен жолға 4-5 сағат жүріп келгенде адамдар айтады: Садгуру, сіздің сақалыңыз қарайып кетті деп. Сіз денеңізге ауадан қалай жаман кірді жинасаңыз, дәл солай жаман энергияны да жинап келесіз. Бұндай лас энергияны кірді сіз сумен жуып тазалайсыз. Бірақ тағы да басқа лас энергиялар бар. Ауамен тазалансаңыз, ол да болады. Бірақ оған да кетпейтін жаман энергия да болуы мүмкін. Сол сияқты отпен тазалануға да болады. Ол денеңіздегі қалған жаман энергияны тазалайды. Қазіргі кезде үйде вентилятор бар. Соған қарап отырсаңыз, сіздің энергияңыз көтеріліп, серпіліп, тазаланып қалғанын байқайсыз. Сол сияқты отпен тазалау жаман тіл көзден энергиядан тазалайды. Біреудің жаман көзінен бір нәрсе болуы мүмкін бе? Біреудің энергиясынан сізге қатты болмаса да, сізге залалы тигізуі мүмкін. Егер ішіңізге духовный медитация жасасаңыз, ол мүлдем әсер етпеуі мүмкін. Әсер берсе, онда жақсы. Ал егер болмаған жағдайда отпен тазалануға болады. Неше ғасырдан бері осы әдісті адамдар қолданып келген. Қазіргі кезде де бар. Біреулер өз білгенінше отпен аластап жатады. Ал йога орталығында арнайы дұға сөздерін оқу арқылы адамдар денесін жаман энергиядан тазалап отырады. Кейбір адамдар бір-ақ рет аластағаннан-ақ әртүрлі ауруынан жазылып та кетіп жатады. Біз көп балалардың есте сақтау қабілеті жақсарып кетті. Осы аластаудан кейін біз бұны байқадық та. Сондықтан сіздің анаңыз біліп істесе де, білмей аластаса да, ол сіздің есте сақтау, жаттау қабілетіңізді жоғары көтеріп отырған екен. Сіздің анаңыз отпен аластау арқылы сіздің денеңізді тазалап отырған.